Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін оңай дайындалатын, қолда бар ингредиенттерден ешқандай жұмыртқаны керек етпейтін, құрамы да өте қарапайым пирог жасаймыз. Ең алдымен құрғақ ингредиенттерді араластырып аламыз. Ұн, какао, қант, қамыр қопсытқыш. Міне осылай вилкамен араластырамыз. Сұйық май. Тағы да міне осылай араластырамыз жақсылап. Енді суымызды аз-аздан салып отырып, тағы да араластырамыз. Бізге ешқандай миксердің, венчиктің керегі жоқ. Түйіршіктер қалмайтындай етіп, бір келкі масса болғанша вилканың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Менде 200 грамдай су болған, шамамен жартысынан кішкене көбін ғана қостым. Ол енді суды көп, аз қосуы ұнның тығыздығына байланысты. Осындай масса шықса, онда суды қоспасаңыздар болады. Менде осындай кішкентай выпечкаға арналған форма. Осындай кішірек формаға құйсаңыздар, пирогтарыңыз ісіп, әдемі болып шығады. Формамызды алдын ала майлап алдым. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Мінекей пирогымыз дайын болды. Қараңыздар, қандай ісіп, әдемі болып шыққан. Жұмсақ. Жақыннан көрсетейін. Қазір өте қараңыздар, жұмсақ. Ортасы қалай үлпілдеп тұр. Сіздермен болған Эльмира. Астарыңыз дәмді болсын.